Менің студенттік шағымдағы қызықты сәттер осы Баян-Сұлу остановкасының төңірегінде өткен. Мен Манна Ботибаев колледжінде 4 жыл білім алған қызбын. Сол төңіректердегі керемет дүкенге мен келіп қалдым. Кеттік бірге көрейік. Кітап алды баталатын дүкен. Осы дүкеннің егесі мен сияқты розовый түсті жақсы көретін сияқты. Осы шетіндегі кішкентай есіктен кіресіздер. Жоғарыға көтеріліп бара жатып та ақылыңызға ақыл қоса береді екенсіз. Кірген бойда осындай касса тұрады екен. Бірден көзіме Гарри Поттердің кітабы түсті. Себебі фэнтези жанрындағы кітаптар баланың нағыз қиялын дамытатын құрал деп білемін. Мына жерде кітап оқуға да болады екен. Шіркін, менің студенттік шағымда осы дүкен болғанда ғой. Аяғымдағы биік өкшемен кітап оқу үшін Мегаға дейін жаяу бармас едім. Бұл дүкенде әлемдік бестселлерлер қазақ және орыс тілінде көрсетілген екен. Мынаны оқығам, мынаны оқымағам. Кітап оқу, достар, адамның дамуы мен табысының маңызды кілті. Сөздік қорды арттырып, әдемі әрі сауатты сөйлеуге көмектеседі. Стрессті азайтып, жанды тыныштандырады. Достар, мына жерде даже комикстер да бар екен қазақ тілінде. Бала кезімде бір орысша журналдың ішінен комикстің бір үзіндісін оқығаным бар еді, маған қатты ұнап қалып еді. Сол кезде осындай қазақ тілді комикстер болмаған. Енді мен бұларды балаларыма алып оқытатын болдым. Мультик көріп отырған сияқты да, бірақ арағын ашып, сөзін оқып отырады. Балаларыңызды кішкентайынан кітап оқуға баулысаңыздар, баланың ой өрісі дамып, қиялы кеңейеді. Еркін сөйлеп, жақсы мен жаманды ажырата алатын болады. Бақытты бала химиясы мен баланы жазасыз тәрбиеле деген кітаптар көзіме ерекше түсті. Нағыз біздің қоғамға керекті кітаптар деп ойлаймын. Достар, мен өзімнің бала-шағамның тәрбиесіне қатты көңіл бөлгенді жақсы көретінімді білесіздер. Соған орай Айшаны садигінен шығарып алғанымды да білесіздер. Үйде барынша қолдан келгенше онымен бірге түрлі қолөнерлер жасап, сурет салып, наклейкалар жасап, кітаптар оқып, жақында қиссалар кітабын алғанымды білесіздер. Енді мен осы 2 кітапты таңдап алдым, достар. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, репост жасап қойыңыздар.